1956 жылы 19 қазанда Мәскеуде Кеңес одағымен дипломатиялық қарым-қатынастарын қалпына келтіру туралы декларацияға қол қойған ел. Жапония мемлекеті. 1919 жылы Париж бітім конференциясында қабылданған Қытайдың ұлттық мүддесіне қайшы келетін шешім. Қытайдың Шандунь провинциясын Жапонияға беруі. Біздің заманымызға дейінгі 1500 жылдары үшінші Тутмос жаулап алды алдыңғы Азияны. Латын Америкасы елдерінде зая кеткен 10 жылдық деген атпен белгілі кезең. 1980-1990 жылдар аралығы. 20 ғасырдың 80 жылдары ақш-тың орта қашықтықтағы ядролық зымырандарын Батыс Европаға орналастыруға қолдау көрсеткен ел. Англия мемлекеті. 19 ғасырдың соңында Вьетнамды өз отарына айналдырған мемлекет Франция. Ежелгі Қос өзендегі алғашқы әдеби шығарманың аты. Гильгамеш туралы дастан. Әлемнің 4 құбыласының билеушісі атанған патша. Саргон. Римнің алғашқы патшасы Ромул. Франция-Пруссия соғысында Францияның айырылып қалған аймақтары. Эльзас пен Лотарингия. Құран сөзінің мағынасы оқу. КСРО-дағы 30 жылдары орнаған саяси басқару жүйесі. Тоталитарлық жүйе. Кариб дағдарысы болған жылдар. 1961-1962 жылдар аралығы. Түркістандағы сәулет өнерінің тамаша туындысы. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген жылдары. 570-632 жылдар аралығында өмір сүрген.